Қазақстандық Каспий технологиялық компаниясы Қазақстанда жасалған атты екінші имидждік ролигін ұсынады. Бұл отандастарымыз мақтан тұтатын әр әлем халқы таңғалатын көрнекті қазақстандықтар туралы жоба. Бұл жолы роликтің басты кейіпкері тағы да аралас жекпе-жек чемпионы Шавкат Рахмонов болды. Жас спортшының өмір жолы туралы хикая қазақстандықтарға ерекше ұнағандықтан жалғасын түсіру шешім қабылданды. Тілшіміз түсірілім алаңында болып қайтты. Шавкат Рахмонов түскен роликтегі басты локациялардың бірі спорт залы. Видеожазба кейіпкері софиттердің жарығы мен видеокамералар, фотоаппараттардың нысанасында бірнеше сағат жаттығу өткізді және алғашқы ролик көңілінен шыққанын айтады. Біраз өзімнің таныстарым, достарым құттықтап, сол видеоны жіберіп, суреттерді жіберіп Каспиймен маған өте ұнады. Жалпы мен Каспийдің жұмысына көңілім толып отыр. Каспиймен істеген мен үшін өте абырой, Каспий үшін де деп ойлаймын. Сондықтан да біз Қазақстанның атын әлемге таратқымыз келеді. Біз мемлекетіміздің рухын көтеру үшін кішкене болса да қолымыздан келген жұмыстарды жасап жатырмыз. Жаңа роликте Шавкатқа барлығы қолдау көрсетеді. Жүгіріп жаттығып жүргенде жолыққан жаяу жүргіншілерде, денсаулық баспалдағымен көтеріліп бара жатқанда медеуге келушілерде, оны спорт залдан көрген балаларда. Айтпақшы, видеодағы балалардың өздері де спортшылар. Олар әлемдік жұлдызды көргенде өз көздеріне сенбеді. Мен өте қуанышты болдым, өйткені Шавкат Рахмонов ол менің кумирім. Мені қатты қуанды, мені Шавкат Рахмоновтың кумирімін. Сол Шавкат Рахмонов аға сияқты чемпион болғым келеді. Каспий инновациялық бренд ұсынған екінші компанияның идеясы қазақстандықтарша жеңеміз. Кейіпкер қиындықтарды еңсеріп айналасындағы адамдардың қолдауының арқасында бүкіл әлем білетін, бүкіл Қазақстан мақтан тұтатын тұлғаға айналды. Каспий таңғалдыратын бренд, оның теңдессіз табысы Қазақстанмен шектелмейді, шетелдерге де белгілі. Біз Шавкат туралы оқиға түсіріп жатырмыз. Оның жанкүйерлері, балалар, түрлі мамандықтағы адамдар, қарапайым адамдар және бүкіл Қазақстан бәрі Шавкатқа шабыт береді. Роликті еліміздің барлық жетекші телеарналары көрсетіп жатыр. Ал Шавкат Рахмонов болса, жаңа маңызды жекпе-жектерге дайындықты бастап кетті.